Аларыңыздар қазақтар, жаңа менің жеке хаттарыма деп па, мына кісіні көріп жатсыздар ма? Жаңа бір аққулар, тыналар естеріңізде бар шығар, бұрын енді бұл кісілерге күлудің қажеті жоқ. Бұлар енді арқасы бар ағалар, көкелер, әпкелер. Қазасын әпкенде әжемде Маруар әже дегенде сәлеметсіз бе әжем, сізді белгілеп кетем. Мына кісі енді маған білем 2-3 адам осы роликті жіберіп жатыр да, и басында жарайсыздар енді, исламистер емес енді бұлар. Сөйтіп толық қарап шықсам, мен таң қалам да сіздерге. Енді мен жасым бір кіші болғанда, енді сіздердің алдарыңызда жасым кіші ғой, бірақ менен үлкен адамдарсыздар. Менен қайда үлкен әже деп, ата, апа, әпкелерсіздер. И айналып келіп баланың тірлігін жасап жатсыздар да. Тағы мына бір апам, әжем бір ролигінде көпшілікті тупой топасқа айландырып жатыр да. Енді ананың аяғын үшін көрсеңіздер, енді мен сияқты жағаларын ұстайсыздар. Біріншіден, неге ислам религиясымен тәңірлік діннің ұстанымдарын, тәңірлік діннің терминдерін шатастырып жатсыздар? Біріншіден. Екіншіден, қазақшылық жолды исламға тағы шатастырып жатсыздар. Исламда тәуіп жоқ, исламда ондай арқасы бар, әулие аралайтындар, бейіт аралайтындар жоқ. Неге бір религия мен бір дінді екеуін шатастырып жатсыздар? Ол бір, үлкен бір деген қателік жасалады. Екіншіден, қоғамды тупой дейтіндей, қоғамды топас өздеріңізді биік ұстайтындай, біз 70 жыл кеңес өкіметінің бодауында, әлі де 32 жыл базар вокзал экономика, әлі Кремльдің бодауында елміз. Ел емес, біз колониямыз. Бізде егемендік жоқ. Қазақ әлі ұлттық намысын, ұлттық рухын әлі өзінің егемендігін алған жоқ. Бұл екі. Үшіншіден, 91-ден туылғандарды сіз сұрап көріңізші, элементарно. Олар өздерінің руларын, өздерінің шежіресін білмейді, ұрпақ. Қазір 30 қаншаға келді, 30-дан асты, әке болып отыр қаншалары. Олар өзінің руын, өзінің шежіресін білмейтін адамдар. Олар осы саясаттың құрбандарын, сіздер қалай оларды тупой деп айтуларыңыз, қандай хақыларыңыз бар? Қазіргі өмір сүріп жатқан ұрпақ бәріміз құрбанбыз. Сондықтан ара жікті ажырата алып алыңдаршы, үлкен өтініш. Ауыздарыңызға келгенді айта бермей.